Тарбағатай елінде Бош ауылында осында біздің аталарымыз жарас ұрпақтары бүкіл дәуіт ұрпақтары бас қосып ас беріп белгі қойып зиратты қоршап сондай үлкен шара істеп қайтты. Одан кейін Амангелді бауырымыз біздің Ақжардан Қытайға барып Шәуешекке Дүлдүлді жаққа барып Тұрар деген батыр болған екен ата. Сол кісінің басына барып қайтты. Міне жарас атаның атасы ол кісінің атасы үлкен ата, Тұрар ата. Ана бір өкініштісін сол қалтама таза телефон алып бармақпын депті. Таза телефон алып барса жаңа телефон. Ол суретке түсіре алады екен. Ал өзінің телефонын ұстап кеткен, ана жаққа барғаннан кейін біреуге тартшы деп суретке тартып десе, тарта алмайды дейді. Тартса басы кетеді. Қорағанында бір мемлекеттің қылмысын ашқандай, бір некесін құпиясын ашқандай болып қамап тастайды екен. Сонда айтады, біз басымыз кетеді деп қорқады екен әлгі. Сөйтіп Амангелді бірақ барып, басына барып, бір қоршаудың ішінде дейді, өзің айтқанда өзі айтты. Соның ішінде ақтық байлап қойған бүкіл халық құрметтейтін үлкен батыр баба болған екен. Сондықтан Алла тағала осы бүгін міне ұрпақтары Серік ағамыздың мына кафеде, басқа жерде беріп жатқан ордайында адамдарға жеңіл болсын деп жатыр ғой, бірақ өз ауылы, өз үйінде қара шаңырағында Құран оқығанға шындығында жетпейді. Былайша айтқанда қара шаңырақ деген сөз содан шыққан. Сол үшін Алла тағала осы жерде міне алыстан Жұмағазы ағамыздан бастап Семейден келген, алыстан келген туыстардың бәрі ниеті қабыл болсын. Үйлеріңізде қуанышқа келейік әрдайым иншалла. Шариғатта осы сөзімді қазып Құран қатмас бастамасын мынаны бір хадиспен айтып, осы хадисті бәр жерде айтып жүрмін. Зират басына келген уақытта дейді, зираттағылар Құран оқуға барамыз ғой. Сол кезде бәрі шулап кетеді екен. Мына біз кімге келіп жатыр, кімге келіп жатыр деп айтады екен де. Сол ғана кісінің басына келсе айтады екен, саған келді ғой, қандай бақытты жансың, сені іздеп келетін жан бар ғой деп айтады екен анда ғой. Сонда мына марқұмдарды зират басына дейін барып оқыған нұр үстіне нұр екен. Сонда зират басына барып оқыған уақытта Алланың рахметі жауады екен. Және дауысты шығарып тұрып оқыған жерде қанша жерде дауысың жетсе, сол жерде жатқан сенге де рахмет жауады екен. Ал сауабы бәріне жауап береді екен. Мына жерде отырып бағыштаған сауап барады екен де. Ал басына барып бағыштағанның рахметі барады екен. Сол үшін шама келсе елге барып, ата-бабаның басына барып Құран оқығаннан үлкен адам баласы үшін сауаптамaz жоқ. Бәріміз мына 5 күндік жалғанда неден өтіп кетсең де аттарынан жалғасады деген нәрсенің біреуі ізгі ұрпағы артынан дұға жасаса. Андар қуанады екен, мәртебесі көтеріледі екен. Алла тағала сондай бүгінгі мына оқпай жатқан хатымның сауабы жетіп, сол кісілердің мәртебесі көтеріліп, ұрықтары шат-шадыман болсын. Алла тағала осы үлкендеріміз аман болып, осы біздің әке-шешелеріміз көз көрген кісілер аман болып, Алла тағала осы кісілерге ұзақ та бақытты өмір сыйласын. Әмин.